алтын саринле жыныс айтылсын мың. Сүңгүйік тереңіне ойтылсымның. Ал бүгінгі айдарда ұлт ұстазы баласын сөз етеміз Байтұрсынның ай. Бүгінгі айдарда ұстаз, жай ғана ұстаз емес, ұлт ұстазы, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ілімінің және түркологияның негізін қалаушы ғалым, ақын, публицист, қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы туралы айтпақшымыз. Ғалым Қайым Мұхамедханов айтқандай, ұлы ағартушы алтын сариннің бастамасын ілгері дамытып, нағыз ғылымдық дәрежеге көтеріп, жетер жеріне жеткізіп берген Ахмет Байтұрсынұлы болатын. Жастайынан ұстаз болуды армандаған Ахмет Орынбордағы мұғалімдер семинариясын бітіреді. Сөйтіп туған өңірі Қостанайдың ауыл мектептерінде мұғалім болып бала оқытты. 1904-1906 жылдары Қарқаралыда орыс қазақ мектебін басқарды. Орынбор, Ташкенттегі халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтында профессор болды. Ұстаз қашанда ұлт жанашыры. Отаршылдықтағы елдің жай-күйін сезген Ахмет өз ұлтының бағы жану үшін өмірдің барлық саласында араласты. Алғашқы кітабы 40 мысал 1909 жылы жарық көрді. Осы кітаптың өзінде отаршылдықтың, зорлық-зомбылықтың, елдің тұралаған халін тұспалдап болса да жеткізді. Ахаң Орынборда 1913-1918 жылы өзінің ең жақын сенімді достары Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлымен бірігіп, тұңғыш жалпыұлттық қазақ газетін шығарып тұрды. Газет қазақ халқын өнер, білімді игеруге шақырды. Алайда патша үкіметі газетті жаптырмақ боп, Ахметке мынадай шарт қояды. Қазақ газеті қорындағы бар 700 сом айыппұл төлейсің, не абақтыға жатасың дейді. Сонда Ахаң, газет шыға берсін, абақтыға мен жатып шығайын деген екен. Біреу білсе, біреу білмес, Кеңес үкіметі 1919 жылдың 27 тамызында Қостанай оязын жаңадан құрылған Челябі облысына қосу жөнінде шешім қабылдайды. Бұған наразы болған Ахмет Байтұрсынұлы Ленинге Қостанай өңірінің қазақтың өз жері, ата қонысы екенін дәлелдеп хат жолдайды. Көп ұзамай Қостанай Қазақстан құрамына қайтарылды. Жұрт бүгіншіл, менікі ертең үшін деген Ахмет 5 рет абақтыға қамалып, 1937 жылы халық жауы есебінде атылды. Себебі сол, Сәкен Сейфуллин айтқандай, өзге оқыған замандастары өз бастарының пайдасын ғана іздеп, ар һәм имандарын сатып жүргенде, Ахмет халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйген, шын ұлтшыл. Кешегі өр ахаңдар үлгі етті жүз, көрсетуге тиіс біз, құрметті біз. Ұлт үшін жаным берді сол тұлғалар, білім жолда болайық бір бетті біз. Кешегі ахаңдардың біздерге артқан аманатын арқалауға ей шіркін, міндеттіміз әрайдым, 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 әрайдым.